Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің атым Joel Адамсон. Бүгін сіздермен тіл үйрену жайлы сөйлесетін боламын. Атап айтқанда, біз кез келген тілді үйренуге көмектесетін Anki мобильді қосымшасын пайдалану туралы сөйлесеміз. Әйелім екеуміз оны қазақ тілімізді жақсартуға мақсатында күнделікті қолданамыз. Бұл не? Бұл тіл үйренушілерге қайталау әдісін пайдаланып, ақпаратты тиімді зерделеуге және есте сақтауға көмектесетін танымал бағдарламалық қосымша. Бұл Америка мен Еуропадағы студенттер арасында өте танымал. Қосымшаның мақсаты ақпаратты ұзақ мерзімге жадыңызға енгізу. Аралық интервалды қайталау жүйесі SRS деген ақпаратты біртен ұлғайып отыруы арқылы, яғни аралық қайталау әдісін жоспарлау арқасында есте сақтауды оңайлататын оқыту әдісі. Бұл жүйе материалдарды үйренгеннен кейін көп ұзамай ұмытып қалу мәселесіне негізделіп жасалған. Ал енді ақпаратты ұмыттым дегенше, аралық қайталаудың арқасында жадыңыз нығайып үлгереді. SRS алгоритмдері қайталау уақытын тіл үйренушілердің материалдарды қаншалықты жақсы еске түсіргеніне байланысты бейімдейді. Қиын элементтер жиі көрсетіледі, ал есте жақсы сақталған элементтері ұзақ аралықтармен қайталанады. Бұл әдіс қажетсіз немесе пайдасыз қайталауларды азайтып, әлсіз жақтарға назар аударуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ білімнің тез ұмытылуын жойып, ұзақ мерзімге есте сақталуын қамтамасыз етеді. Anki қосымшасы пайдалануларға аралық қайталау жүйесі қолдану арқылы ақпарат ұзақ уақыт бойы есте сақтауға көмектеседі. Флеш карттарды оңтайлы уақытта ұсынады. Қосымшаны тегін жүктеп алу үшін осы веб-сайтына кіріңіз. Android және iPhone телефондарына арналған нұсқасы да бар. Қосымшаны қалай пайдалану туралы толық ақпарат алу үшін YouTube бейнелерін көре аласыз. Мәселе білімді сақтау және еркін сөйлеуді дамыту. Тіл үйренуде негізгі қиындықтардың бірі үйренген ақпаратты шынайы өмірде қолданатындай жеткілікті деңгейде меңгеру. Көптеген тіл үйренушілер жеке сөздерді жаттауға басы назарға аударады. Бұл базалық сөздік қорды қалыптастыруға үшін пайдалы болуы мүмкін. Дегенмен сөздерді жеке оқыту олардың мағынасын, қолданысын және грамматикалық контекстен қамтымайды. Бұл оларды әңгімеде немесе жазуда еркін пайдалануын қиындатады. Тұрақты қайталау мен контексттегі түсініксіз сөздер көбесі уақытша есте сақталып, тез ұмытылады және сирек қолданылады. Шешім: Anki қосымшасы арқылы, яғни сөйлемдерді аралық қайталау арқылы оқу. Anki қосымшасындағы аралық қайталау жүйесі тек жеке сөздерді жаттауға ғана емес, сонымен қатар толық сөйлемдерді үйренуге де өте тиімді. Сөздерді оқытудың орнына сөйлемдерді үйрену, тілдің грамматикалық құрылымын, сөздердің өзара байланысын түсінуге, сондай-ақ олардың практикада қолданылуына көмектеседі. Ankiға сөйлемдерді қосу, тіл үйренушінің есте сақтау және еркін сөйлеу
қабілетін жақсартады. Толық сөйлемдерді үйренуде анки қаншалықты пайдалы? 5 жол бар. Бірінші, контексті түсінік. Сөйлем сөздердің өзара байланысын, грамматикалық құрылымдарды, идиомалық өрнектер мен күнделікті тіркестерді көрсетеді. Контекст сөздердің дұрыс қолданылуы мен есте сақталуын жеңілдетеді. Екіншіден, грамматиканы белсенді түрде меңгеру. Сөйлем арқылы үйрену грамматикалық ережелерді күнделікті өмірде әрі тәжірибеде қолданылуын нығайтады. Интенсивті түрде есте түсіну жеңілдетеді. Үшінші, тыңдау және сөйлеу дағдыларын жақсарту. Флеш жадыдағы немесе флеш хатта сөйлемде аудио қосу дұрыс айтылуында екпін мен интонацияны сезінуге көмектеседі. Олар сөйлесу барысында маңызды болып санады. Төртінші, шынайы өмірде қолдау. Сөйлем арқылы үйрену күнделікті коммуникацияда қолданылатын тілді тануға және қолдануға дайындайды. Бесінші, жан-жаққа нығайту. Бір сөйлемде бірнеше жаңа сөздер, грамматикалық құрылымдар және идиомалық тіркестер қамталуы мүмкін. Бұл әрбір қайталаудың оқу күнділігін арттырады. Неге сөйлемдерді оқу жеке сөздерді үйретуден жақсырақ? 4 себеп бар. Бірінші, терең есте сақтау. Сөздерді сөйлем арқылы есте сақтау оңай. Өйткені ми оларды мағыналы контекстпен байланыстырады. Мысалы, мысық түсініштің үстінде отыр. Сөйлемін үйрену, мысық, отыру, түсініш деген жеке сөздерді жаттаудан гөрі есте қаларлық. Екінші, ерекшелікті түсіну. Сөздер көбінесе бірнеше мағыналарға ие немесе олардың грамматикалық рөліне байланысты өзгереді. Сөйлемдерді оқу бұл сөздің ерекшелігін нақтылайды. Үшінші, еркін сөйлеуді дамыту. Еркін сөйлеу дара сөздерді еске түсіру емес, түсінікті ойларды қалыптастыру қабілетіне тәуелді. Сөйлемдерді оқу, сұхбаттасуды, қажетті жолдарды қалыптастыруға көмектеседі. Төртінші, мәдени және идиомалық түсінік. Сөйлемдердің жеке сөздерден айырмашылығы идиомалық өрнектер мен мәдени көріністі жиі қамтиды. Толық сөйлемдерді үйренуде анки қалай тиімді? 4 жолы бар. Бірінші, аралық қайталау. Анкидің алгоритмі сөйлемдері ең тиімді уақытты қайталауды жоспарлап, жаңа және ескі материалдарды есте сақтау үшін өзгек ұстайды. Екінші, икемділік. Флеш карта, аудармалар, аудио жазбалар және суреттер қосып, сөйлемнің мағынасы мен айтылуын нығайтуға болады. Күрделі аймақтарға назар аудару. Үшінші, қиын сөйлемдер жиі қайталанады. Бұл грамматика, сөздік немесе синтаксиспен байланысты нақты қиындықтарды жеңуге мүмкіндік береді. Төртінші, тиімділік. Сөйлемдерді оқу арқылы тіл үйренушілер бір уақытта сөздік қоры, грамматиканы және қолдануды меңгеруді. Бұл жеке оқу сессияларымен салыстырғанда уақыт үнемдейді. Ұзақ мерзімде есте сақтау мен еркін сөйлеуге пайдасы. Анки мен толық сөйлемдерді оқу адам жадысындағы бірнеше аспекттерді семантикалық, яғни мағына, синтаксикалық, яғни
құрылым және аудитивті айтылуы қамтамасыз етеді. Уақыт өте келе бұл байланыстар мықты когнитивті құрылымды қалыптастырады. Ол еркін сөйлеуге қолдау көрсетеді. Жеке сөздерді уақытша есте сақтаудың орнына сөйлем мен оқыту ақпаратты практикалық қолдануға оңай және есте терең сақталуын қамтамасыз етеді. Сөйлемдерге назар аударана отырып, тіл үйренушілер тілді жан-жақты және қалыпты түрде түсінеді. Бұл қосымшасын нақты коммуникацияда еркін сөйлеу мен сенімділікті дамытуға арналған мықты құрал етеді. Қосымшасы қазақ тілін түсінетін, бірақ қазақша ұзын әлі күрделі сөйлемдерді айтуда қиындық көрінетін қазақтарға көмектесе алады. Алдымен қазақ тілін жақсы білетін адамнан немесе қазақ тілі мұғалімнен қазақша бірнеше ұзын сөйлем жазып беруін сұраңыз. Бұл сөйлемдер күнделікті өміріңіз бен жұмысыңызға байланысты болу керек. Сондықтан күнделікті өміріңізде қолданылатын тақырыптарды таңдаңыз. Содан кейін оларды бағдарламана енгізіңіз. Кейін оларды жатып алыңыз. Сол сөйлемдерді адамдарға жиі айтыңыз. Қазақ тіліндегі грамматикалық тұрғыдан дұрыс ұзын сөйлемдерді жату арқылы миыңыз оларды құрастыруды үйренеді. Көп ұзамай сіз қазақ мектебінде оқып, қазақ тілін ана тілі ретінде меңгерген қазақ сияқты ұзын сөйлемдерді құрастырып, еркін сөйлейтін боласыз. Сіз қазақ тілін жетілдіру үшін талпынып жүрсеңіз, немесе ағылшын тілін үйреніп жүрсеңіз, бағдарламасы сіздің тіл үйрену әдісіңізді өзгертеді. Оқытуда табыс тілеймін. Тыңдағаныңызға рахмет. Алла жар болсын. Сау болыңыз.